Hello dear children, today we continue talking about adjectives. As you know, adjectives are words that describe the quality of a person, animal, place or a thing. Adjectives gives an additional information about their age, color or size, for example. So, superlative adjective немесе сын есімнің күшейтпелі шырайы, сын есімнің күшейтпелі шырайын үш немесе одан да көп заттарды бір-бірімен салыстырғанда қолданамыз. For example, I'm the smallest mouse. Мына үш тышқанның ішіндегі ең кішкентайы көк түсті, иә? I am the smallest mouse. Сын есімнің күшейтпелі шырайының жасалу жолдары көп жағдайда бір буынды сын есімге est жалғау жалғану арқылы жасалады. Long, the longest, және де сын есімнің алдына the артиклі қойылады. Old, the oldest, small, the smallest. Келесі жағдайда егер бір буынды сын есім и дыбысына аяқталса, онда st жалғау жалғану арқылы күшейтпелі шырай жасалады. Cute, the cutest, large, the largest, nice, the nicest. Егер екі буынды сын есім y дыбысына аяқталса, онда y дыбысы I дыбысына өзгеріп, est жалғау жалғанады. Busy, the busiest, happy, the happiest, lazy, the laziest. Келесі жағдайда, егер бір буынды сын есімнің соңғы дыбыстары дауысты және дауыссыз болса, соңындағы дауыссыз дыбыс екі еселенеді. For example, fat сөзінің соңғы екі дыбысы a дыбысы дауысты, t дыбысы дауыссыз. Ережеге сәйкес келеді, демек соңындағы t дыбысын екі еселейміз. The fattest, hot, the hottest, sad, the saddest. Егер сын есім екі немесе одан да көп буынды болса, сын есімнің соңына est жалғауын жалғай алмаймыз. Оның орнына сөздің алдына most сөз қойылады. Amazing, the most amazing. Beautiful, the most beautiful. Dangerous, the most dangerous. So, superlative adjectives сын есімнің күшейтпелі шырайы көп жағдайда сын есімге est жалғау жалғану арқылы жасалады. Clean, the cleanest. The артиклді ұмытпаймыз. Егер сын есім екі немесе одан да көп буынды болса, the артиклі most сөзі және сын есім. The most exciting. Thank you for your attention and good luck.